Сәлем достар, мен каналыма қош келіпсіздер. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі жасайтын тағамым ұн қуырдақ деп аталады. Ұн қуырдақты Монғолия қазақтары көп пайдаланған. Осылай жасауды кірісейік. Енді бисмилля деп қазанымызға майымызды құйып, қыздырып, және оған етімізді салып, әбден қуырып аламыз. Осылай әбден қызарғанша қуырып аламыз. Мендегі қойдың еті, сүйегін пайдаландым. Осылай шыжғыртып қуырып аламыз. Етті қызарғанша қуырамыз әдемілеп. Ет пісу керек. Осылай етімізді қызарғанша қуырып болған соң, пиязымызды салып, тағы қуырамыз. Осылай пиязымызда өлет қуырылып. Әбден пияз қуырылып болған соң, картошка салып жібереміз. Бұл тағамға кейбіреулер картошка салмайды. Мен бір картошка салып жібердім. Салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады, өз қалауларыңыз. Енді қамырын илеуге кірісейік. Бисмилля деп ұнымызды алып, одан бір жұмыртқа саламыз, және де суға бір қасық тұз салып, қамырымызды илейміз. Қаттылау қылып илеу керек. Осылай қамырымызды илеп, қаттылап, илеп бастырып қоямыз. Қаттылау қылып илей беріңіздер. Осылай қамырымыз июін қандырып, әдемілеп илеп, бастырып қоямыз. 15 минутқа бастырамыз. Енді қамырымыз демалды, 15 минуттай тұрды. Енді қамырымызды жайып аламыз. Осылай жайып аламыз. Достар, менде үлкендеу бір зуала шықты. Сіздерде адам көп болса, ұныңызды көбейтіп, зуаланы көптеу болсаңыз болады. Осылай қамырымыздың шетінен басып, ортасын баспай, қамырымызды домалақ жайып аламыз. Осылай қамырымызды жұқалатып жайып алдық. Қатты жұқа болып кетпесін. Енді қамырымызды жайып алдық. Енді бөліктерге бөліп, үйдегі таба болса, сол табаға кептіріп алып, кесеміз. Осылай блини пісіретін табаны алып, осылай кептіріп аламыз. Қамырымызды кесуге ыңғайлы болады. Бұл қамырды мантаваркеге салып, булап пісірсеңіздер де болады. Болмаса, жаңағы қамырды жайған кезде ортасына май жағып, кесіп алсаңыздар да болады. Мен осылай табаға кептіріп, қамырды осылай кесуді шештім. Осылай қамырыңыз кеуіп, әдем болып кебіп, кесуге дайын болады. Ортасы сол кезде жабыспай кесіледі. Осылай домалақтап алдық. Сосын енді шаштай қып, осылай кеспе көжеге кескендей қылып, кесіп аламыз осылай, шаштай қылып. Осылай кесіп алдық. Барлық бөлік қамырларды осылай кесіп аламыз, осылай шаштай қылып, дайындап. Өте керемет тағам. Сіздер де жасап көріңіздер. Құрамын описание бөліміне жазып кетемін. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Енді оған кес болғаннан кейін 2-3 қасық
кәдімгі май, тамаққа қосатын майдан құйып жіберіңіздер арасына. Сөйтіп арасын осылай ашып жібересіздер ғой. Сосын енді мына етіміз пісті. Мен су құйған жоқпын, өзінің суы сөлінде тұр. Енді осының үстіне қамырымызды саламыз. Қамырымызды салып, су құймайсыздар, осы өзінің суында піседі. Еттің суы шыққан, сөйтіп жарты сағатқа қойып аласыздар. Енді дайын тағамыз.